Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш Асылханқызы. Дәл осындай қатпарлы, әдемі чак-чак жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, қолдап отырыңыз. Осы чак-чактың рецептін жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Видеоны сохранить етіп алып, немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіз де болады. Ал енді осындай дана-дана, көзге тартымды көрінетін, дастарханның сәні болып тұратын чак-чакты бірге жасайық. Өте дәмді, қытырлақ, керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: сүтімізді жылытып, оған ерітілген сұйық майды қосамыз, ерітілген сливочный майды қосамыз. Барлығын бір келкетіп араластырып, 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқамыз сүтпен жақсылап араласқанша күтеміз. Мен енді 2 шай қасық қопсытқыш қосып алдым. Қоспаға салып араластырамыз. Көпіршіп, қоспаның бетінен шығу керек осылай. Енді мөлшеріне қарай ұн қосып, қамыр жасап аламыз. Ұнды аз-аздан қосып, 1 келкі қамыр жасаймыз. Дәл осылай қамырымыздың басы бірікті, жақсылап иілеп, тегістеп аламыз. Енді дайын болған қамырды 2-ге бөліп, домалақтап суалап, оқтаумен жаюға дайындаймыз. Қамырды иілеп болғаннан кейін, оны осылай бөлек етіп алып, қолмен жайып алсақ, оқтаумен жаюға өте ыңғайлы болады. Әрбір тегіс әдемі болып жайылады. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер, өте ыңғайлы. Қамырды жұқа етіп, 1 келкетіп жайып алдым. Енді 2 жағынан осылай ұзыншалап орап шығамыз. Ортасын пышақпен бөліп аламыз. Тақтайдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды қойып аламыз. 1 см қалыңдықта қиғаш етіп, жақсылап қамырды турап аламыз. Екінші қамырды да дәл осылай 1 см қалыңдықта қиғашынан турап дайындаймыз. Мен оның аздау сеуіп көппін. Осылай арасын ашып, барлығын тақтайдың бетіне қойып аламыз. Енді қызып тұрған майға чак-чактарымызды салып, 2 бетін майға қуырып аламыз.
Екі бетінде жақсылап қызартып қуырып сүзіп аламыз. Енді 200 грамм шекерге 100 мл су құйып, дәл осылай кеседегідей сироп жасап аламыз. Шекерден дайын болған чак-чакты соған малып, екі бетінде ыдысымызға әдемілеп қойып шығамыз. Міне біздің қатпарлы, өте дәмді чак-чактарымыз дайын. Қонақтар келгенде немесе өзіңіздің үйіңізге осылай жасап, отбасыңызға ұсынсаңыз, қуанып қалады. Описание бөліміне еще деп бассаңыз, рецепттің нақты үлгісі шығады. Сол жерден рецепті ала аласыздар. Қанша грамм қосқанның барлығын описаниеда қалдырамын. Чак-чак сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сіздер де мен сияқты дәл осылай жасап көріңіздер. Және комментарияда қалай шыққанын бөлісе кетіңіз.